Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келіпсіздер. Жалпы бүгінгі талқылайтын тақырып күні кеше ғана аяқталған Чемпиондар Лигасының ширек финалындағы Барселона мен Бавария арасындағы ойын. Жалпы бұл ойын туралы не айтуға болады? Барселона мен Бавария арасындағы ойын әрқашанда қызыққа толы, голдарға бай матч болатыны белгілі. Және әрқашанда Чемпиондар Лигасының барысында кездескен кезде Чемпиондар Лигасында дәл осы Бавария мен Барселона арасындағы дуэльде жеңгені түбінде Чемпиондар Лигасын жеңіп алған. Бұны да атап өткен жөн. Жалпы ойыннан алдын көптеген футбол мамандары мен футбол жанкүйерлері, футбол журналистері арасында өте көп болжам болды. Өте көп жаңағыдай теңестірулер, салыстырулар болды. Дәл қазір Месси мен Левандовски арасында, немесе жаңағы бапкерлер арасында жалпы. Алайда кеше көргеніміздей Ханси Флике жалпы өзін кекесетеннен басым екендігін тағы бір рет көрсеткендей ақ. Жалпы екеуі бір уақытта команданы қабылдады ғой, Баварияны Ханси Флик сол қыста қабылдады. Кекесетен де сол суперкубоктағы сәтсіздіктен кейін Эрнесто Вальверденің орнына келді. Алайда екеуінің айырмашылығы сол, Ханси Флик келген күннен бастап, өзінің алғашқы күннен бастап Баварияға сондай бір психологиялық мықтылықпен жаңағы Баварияның жаңағы тәжірибелі ойыншыларына өзіне сай сондай бір мотивация алып келе білді. Ал Кекесетен өкінішке орай өзінің жаңағы 30-дан асқан сол тәжірибелі ойыншыларының алдында жаңағы авторитеті дейді ғой, орысша айтқанда, ешқандай да авторитетінің болмағандығын және сондай бір абыройы болмағандығы, жаңағы ешкім тыңдамағандығы көрініп ақ тұрды. Тіпті ойынның барысында кей кездері Барселонаның ешкім тыңдамай жүрген сияқты, Кекесетенді барлығы сол бір Мессидің айтқанымен қимылдайтындай болып қалды. Сондайға келіп қалған болатын. Жалпы Кекесетеннен формальды түрде маусымды тек қана бітіріп беруді ғана талап еткен сияқты Барселона басшылығы, және Кекесетен оны жасады. Жалпы Кекесетеннің жұмысын қаншалықты бағалауға болады Барселонада? Ол әрине төмен емес, жоғары емес, сондай бір орта деңгейде. Ешкім дәл қазір дәл басып айта алмайды. Тіпті басқа бапкер болғанда Барселона алысқа барар еді, немесе ертерек Чемпиондар Лигасынан шығып қалар еді деп, дәл сол Эрнесто Вальверденің уақытында да мысалы Барселона жалпы өз деңгейінен жоғары секірген емес, соны атап өту керек. Жалпы кеше байқаған тағы бір нәрсеміз, ол әрине Баварияның жастары. Баварияда өте мықты жас дарынды ойыншылардың барлығы. Жалпы кешегі Альфонсо Дэвистің, Джошуа Киммихтің ойындарына қарап, Кингсли Коман, Леон Грецка барлығы да сондай бір дәл қазір Баварияны алға сүйрейтін ойыншылар болып қалыптасып қалғанын көреміз. Ал Барселонаның кеше шығарған Ансу Фатиі немесе басқа да жас ойыншылары, өкінішке орай тіпті Барселонаның академиясының түлегі Серхи Робертоның өзінен бір керемет қателік көрдік. Жалпы сондай ақты дәл қазір Баварияның жастары өте жоғарғы деңгейдегі ойын көрсетіп жүр. Және болашақта Бавария Еуропа Чемпиондар Лигасын биыл жеңбесе де, болашақта міндетті түрде дәл осы құраммен жеңіп алуға толыққанды жалпы күші жететін команда. Жалпы тағы бір айта кететін жайт, ол әрине Месси жайында болмақ. Месси дәл кешегі ойында ешқандай да нәтижелілікпен көзге түспеді, бірнеше рет теуіп көрді, өкінішке орай болмады. Мануэль Нойер өзінің қақпасын дәл Мессиден аман алып қалып жатты. Жалпы соңғы уақыттағы Мессидің Интерге ауысады деген сыбыстарының алдында дәл кешегі жеңіліс Барселонаның Мессидің сондай бір шешіміне отына май құйғандай болып көрінді. Себебі осыдан кейін Месси тіпті ойыннан кейін интервью беруге де келмеген дейді журналистерге. Оның орнына Пике интервью берген. Пике де өзінің командадан кететін дайын екендігін кетуге хабарлады, және егер өз орнына жас ойыншылар келіп жатса, ол командада бір күнде тұрақтамайтынын айтып кетті. Жалпы кешегі Барселона құрамындағы тізімге енген ойыншыларға қарап бір нәрсені ұғуға болады. Барселона әлі де өзінің түлектеріне сенеді, өзінің сол бір ламасиясынан әлі де жаңа Мессидің, Иньестаның, Хавидің, Бускетс немесе Пике, Виктор Вальдес сияқты жақсы ойыншылардың шығуын әлі де күтетін сияқты. Алайда кешегі матчта ешқандай да біз ламасияның түлегін көре алмадық. Әрине бір Ансу Фати болды. Жалпы Ансу Фатидің шығатыны белгілі еді. Ансу Фати өзінің алғашқы командадағы орнын толыққанды алған ойыншы деп айтуға болады, тіпті жасына қарамай.
алайда басқа ойыншыларын көре алмадық. Жалпы бүгін азанда белгілі болғандай, Кике Сетьен өзінің Барселонадағы орнын босатты. Дәл қазір Барселонада бас бапкер жоқ, және кім Барселонаның бас бапкері бола алады деген сұраққа келетін болсақ, жалпы бұл тұста өте көп вариант бар. Біреулер тіпті оны Маурисио Почеттино деп жатыр, тіпті кейбіреулері Рональд Куманды айтып жатыр. Ал Барселонаның нағыз сондай бір жанкүйерлері әрине Хавиді күтетіндігі анық. Алайда мен бұл үш вариантты да жоққа шығаруға тиіспін, себебі Рональд Куман өкінішке орай сол бір өзінің керемет деңгейдегі ойын көрсеткен командасы есімде жоқ. Рональд Куман жалпы не үшін Барселонаға келетіндігі дәл қазір белгісіз, және қандай ойын алып келетіндігі де белгісіз. Сондықтан Рональд Куманды алып келу ол не белгі етеді, не белбеу кететінің тірлігі болады. Ал дәл қазір Барселонаға қателесуге ешқандай да мүмкіндік жоқ деп айтуға келеді. Ал Маурисио Почеттино ол өкінішке орай кезінде өзі айтқандай Барселонаға ешқашан бапкер болмайды, себебі ол Эспаньолдың тек қана бапкер ретінде емес, ойыншы ретінде де аңыз ойыншысы болып саналады. Сондықтан Маурисио Почеттино өзі айтқандай, ол ешқашан Барселонаның бас бапкері бола алмайды. Ал Хавиге келетін болсақ, Хави әрине аңыз ойыншы, Барселонаның аңызы, бүкіл Барселона жанкүйерлерінің күтетіні анық. Алайда Хавидің өзі де түсініп отырған шығар, әлі де Хавиге Барселонаны басқару үшін сол бір бапкерлік кішкене сондай бір опыт дейді ғой, сол жетіспейтіндігі көрініп тұр. Дәл қазір тәжірибе жетіспейді. Ол сол Катардағы 2 жыл бапкер болған, ол әрине ешқандай да жаңағы бір бағалануға тиісті еңбек емес сияқты. Мен бұл тұста жалпы Барселонаның бапкер ретінде көргім келетін бір тұлғаны айта кеткім келіп жатыр. Жалпы неге екені белгісіз. Сол бір 2019 жылдың қыркүйек айында Валенсияның президенті Питер Лим тарапынан Валенсиядан қуылғаннан кейін бұл бапкер жайында көбісі ұмытып кетті. Жалпы өте керемет бапкер Марселино Гарсия Тараль деген, жалпы соны жалпы Барселонаға алып келіп көрсе қалай болады деп жалпы өзім ойлаймын. Жалпы бұл тұста дәл солай, бұл жерде де Хавиді алып келген күнде де дәл сондай болайын деп тұр нәтиже. Не белгі кетеді, не белбеу кетеді дәл қазір. Сондықтан Марселино Гарсия Тараль Испания Ла Лигасында ойнаған, тәжірибесі бар. Тіпті Испания Ла Лигасының белді командаларының бірін басқарған. Сондықтан Барселонаға сондай бір өзгеріс алып келе алады деген ойдамын. Жалпы кешегі ойында тағы бір есте қалған керемет жайттардың бірі ол әрине Филиппе Каутиньоның 2 голы және голдық пасы. Жалпы жанкүйерлер әзілдегендей, жалпы кешегі Барселонаның ең үздік ойыншысы кешегі ойындағы ол әрине Филиппе Каутиньо болды. Сондай-ақ Филиппе Каутиньо дәл қазір Барселонаға қайту немесе қайтпау жайында ойланып жатқаны белгілі. Баварияда қалмайтындығы толыққанды белгілі болды Лересане келгеннен кейін. Жалпы немесе Арсенал қызығып жатыр дәл қазір Филиппе Каутиньоға. Негізінде Филиппе Каутиньо дәл қазір Арсеналға өтсе де ештеңе жоғалтпайды деп ойлаймын, себебі дәл қазір Филиппе Каутиньоға сол қымбат контрактыдан қарағанда ойын тәжірибесі көбірек керек. Өйткені Филиппе Каутиньо нағыз сол бір ойнайтын жасында осылай бірде-бір команданың жаңағы қосалқы құрамында отыру әрине ол да өте қиын. Сондықтан дәл қазір Филиппе Каутиньо кешегі ойыннан кейін егер Барселона басшылығы өз ойын өзгертіп Дембеле мен немесе Гризман арасында Филиппе Каутиньоны таңдайтын болса, Каутиньода әлі де мүмкіндік бар сияқты кешегі ойыннан кейін. Алайда Филиппе Каутиньо жалпы Ливерпульде де өзінің жаман ойыншы емес екенін дәлелдеген. Жалпы Барселонада ойнай алмай қалуына негізінде мен өзім ол Каутиньоның емес, ол Мессидің емес, ол жалпы Барселонаның проблемалары кінәлі деп ойлаймын, себебі Каутиньо қанша тырыспайынша Барселона өздері жаңағы ойын жақсартпай, ол кімді алса да дәл қазір Барселонаның ойыны жақсармайтын сияқты. Құрметті достар, егер менің еңбегім сіздерге ұнап жатқан болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, және де комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де өздеріңіздің достарыңызға менің арнаммен бөлісіп, және менің арнама сол жазылушы жинауға көмектессеңіздер деген тілегім.